Мына кемпір қайда жүр? Балаға қарамай ма екен қаңғымай? Деген келіннің даусын естіп, Ұлжан әзірейілі келіп қалғандай селк ете түсті. Кішкене дем алайын деп отырған орындығынан жалмажан атып тұрып, етегіне сүріне қабына үйге тұра жүгірді. Келе жатып, бармын, әжетханаға шығып кетіп едім, деп келініне естілердей қылып дауыстап сөйлеп қояды. Ұлжан жан таласып, үйге ене бере, келіннің ажырая жаман көзмен қарағаннан қаймығып, көзіне тура қарай алмай ынтығып, немересі жылап отырған бөлмеге өтіп кетті. Кірсе, кішкене немересі құлап қалып жылап отыр екен. Келе сала немересін жерден көтеріп алып, қоя қой құлыншағым, болды деп жұбата жүріп, келін әлі ызғарлы көзімен қарап тұр ма екен деп, көзінің астымен есік жаққа қарап қояды. Бірақ келіні келесі бөлмеге еніп кеткен екен. Ішінен деп терең тыныс алған Ұлжан баланы әрі қарай жұбатып ойната бастады. Кішкене сәби де тез жұбанып, әрі қарай арсалаңдап ойнап кетті. Ұлжан немересін ойнатып отырып, баланың түскі тамағын ішуге келетін уақыты болды ма екен деп жардағы сағатқа қарап еді. Әлі ертерек екен. Мына келін баланың түскі асын дайындамай ма екен деп ішінен ойласа да, бір сөз айтса он жауап қайтаратын келіне дауыстап айтуға дәті жетпей үнсіз отыра берді. Осы адуынды келіннің мінезін ойлағанда, өзінің де жастық шағында енесіне қысым көрсеткені есіне бірге түсіп, дүние кезек деген осы екен-ау, кезінде енеме осындай мінезімді көрсеткенім алдыма келіп жатыр-ау деген өкініш өзегін өртейді. Бірақ қанша бармағыңды шайнасаң да өткен өмір қайтып айналып келмейді екен. Бей өмір-ай деп терең күрсінген ана өткен өмірін есіне алып терең ойға еніп кеткенін де сезбей қалды. Ұлжан ішкені алдында, ішпегені артында болып өскен бір үйдің жалғыз қызы еді. Алдында 4 апасы өмірге аман сау болып келгенімен, Алланың бұйрығымен кішкентай кездерінде бірінің артынан бірі өмірден өтіп қайтадан қара топыраққа табысталған екен. Ұлжан дүние есігін ашқанда артынан інісі ерер ме екен деген үмітпен есімін азан шақырып Ұлжан деп ат қойған екен. Онымен адамның емес, Алланың қалауы болады дегендей, Ұлжанның жасы жас жарымнан жаңа асып жатқанда әкесі жұмыстан келе сала ес-түссіз құлап, содан 1-2 ауыз тілге келместен өмірден кете барыпты. 40-қа келген шағында бір қызымен жесір қалған ана қайтадан тұрмыс құрмай бар өмірін осы қызына арнап, осы қызым кисін, қатарынан қалмасын, осы қызым ішіп жесін деп қана өмір сүріп еді-ау. Анасы жаз кезінде сапқоздың маусымды қой қырқу жұмысында жүрсе, салқын түсе сала дүкендерге еден жуушы болып күнін көретін. Сөйтіп жүріп, тапқан таянғанын бәрін қызының аузына тосып, өзіне не болса соны үстіне іліп күн кешетін. Тіпті қыс бойы үстіне ескі күпәйке мен аяғына қалың ұлтарақ салып алып резеңке етік тастамайтын еді. Бірақ қанша қиналып жүрсе де ана байғұс, мен тәуір киім киіп қайда барайын деп жатырмын, одан да сол киімді Ұлжаным кисін деп бар тапқанын қызының үстіне жабыстырудан жалықпайтын. Анасының үстінде қонаққа киер бір киімі жоқ екен бой жетіп қалған өзімшіл қыз байқаса да сезбегендей болатын. Анасы айлық табысын әкелген сайын өзіне жаңа киім алып үйренген қыз тек қана өзінің қара басын ойлаудан әрі аса алмайтын еді. Сөйтіп жүріп, бойжеткен қыз мектеп бітірген соң бәрібір қолдың қысқалығынан оқуға бара алмай ауылда қалды. Бірақ жас қызға ауылдан оңтайлы жұмыс табыла қоймады. Өзі қалаған жұмысқа орта білімнен басқа мамандығы жоқ қызды ала қоймады. Ал сапқоздың басқа ауыр жұмыстарын қыз басымен жасауды өзі қолай көрмеді. Кешке бей кештерін қалмайтын қыз үйге таң ата ғана келіп түске дейін ұйықтаушы еді.
Анасы қанша шаршап, шалдығып жүрсе де, екі қызының бетін жел болып тигісі келмей, жұмыстан келген соң үйдің шаруашылығын өзі жасайтын. Өйтпей қайтсын, қызына бірдеңе айтып ренжейін десе, мойнына бұршақ байлап жүріп, Құдайдан сұрап алған жалғызы, ештеңе айтқызбай, бір сөз айтса 10 сөзбен қайтарғасын, ішінен осы балапанымның амандығын Алладан 1000 мәрте тілеумен ғана шектелетін ана байғұс ренжіткісі келмейтін еді. Сөйтіп жүргенде Ұлжанға ауылдың жігіттерінің көзі түсіп, қызға ұрлана қарай бастады. Жігіттердің ғашықтық көзбен ұрлана қарайтын сезген қыз мұрын шүйіріп, ешкімді менсінбейтіндей кейіп танытқанымен ішінен өзіне өмірлік жар болар қиялындағыдай кемшіліксіз жігітті іздеп ойша салыстырумен жүретін еді. Онымен өзінің таңдауындағыдай жігітті кездестіре алмай, біреуінің мұрны пұшық десе, біреуінің бойы қысқа, енді біреуінің киген киімі ұнамайды деп ешбір жігітке көңілі құлай қоймады. Ешкімге мойын бұрғысы келмей жүрген ерке өскен бұла қыздың өмірі осылай өтіп жатты. Қатарының көбі қалаға барып оқуға түсіп, оқуға түспей қалғандары қалаға жұмысқа кіріп кеткендіктен ауылда құрдастары да азая бастаған еді. Күннен күнге қызық та азайып бара жатқандай болып, қыздың іші де пысып жүрген еді. Қалаға кетіп, қалайын десе жалғыз анасын тапқан азын аулақ табысы жетпей, қысқа жіп, күрмеуге келмей жүргенін көзімен көріп жүргендіктен іштей күрсінгеннен әрі аса алмай, іштен тынатын еді. Анасы болса, қызының көңіл күйі болмай жүргеніне алаңдаушылық білдіріп, бар тапқан таянғанын өбектеп, қызының аузына тосудан әрі аса алмайтын еді. Сөйтіп жүргенде кешкісін боянып, сыланып, клубта өтетін би кешіне барған қыз өзіне тесіле қарап тұрған ақ құба, сұңғақ бойлы, қыр мұрынды әдеміше келген жігітті байқап қалды. Сымбатты жігіттің өзіне ішіп жеп қарап тұрғанын байқап қалып, іштей масаттанған қыз ештеңе сезбегендей кейіп танытып, бейін жалғастырып, ол жаққа қайта қарамауға тырысты. Сөйтіп жүргенде вальс қойылып, жігіттер кезекпен біртіндеп көз салып тұрған қыздарын жұптасып билеуге шақыра бастады. Манағы жігітті көзімен іздеп тұрған Ұлжан дәл қасынан «Қарындас, билейік» деген дауысты естіп, дауыс шыққан жаққа қарай селт етіп бұрылғанда, жаңағы сымбатты жігіттің өзін биге шақырып тұрғанын көріп, екі беті ду ете түсті. Үнсіз жігітке еріп биге шыққан қыз ырғақты әуенге жігітпен бірге билегенімен, жігіт пәлендей ештеңе айта қоймады. Вальс біткен соң ғана қызға алғысын айтып орнына әкеліп тастап, жігіт бұрынғы орнына қайтадан барып тұрды. Сол кеште Ұлжан сол жігітті бақылаумен болды. Жігіт би кешіне келгенімен биге араласпай бір шетте тұрады да қояды. Екі көзі Ұлжанда тұрған жігіттің көзімен Ұлжанның көзі әлсін түйісіп қалса, жігіт именіп жерге қарай қоятынын байқаған қыз осыншама ұяң жігітті бұрын соңды неғып кездестірмегенін ойлап іштей таң қалып жүр. Келесі бір кезекті вальс қойылғанда тағы да өзіне қарай беттеп келе жатқан жігітті байқаған қыздың тағы да жүрегі шымыр ете түсті. Екеуі бірге билеп жүргенімен тағы да жігіттің ештеңе айтар түрі жоғын байқаған қыз енді әңгімені өзі бастады. Бір-екі ауыз тілдесе келе жігіттің есімі Есболат екенін, көрші ауылдың жігіті екенін, осы ауылға достарына келіп сол достарымен бірге осы би кешіне келіп тұрған бет екенін білді. Қыздың бір байқағаны жігіт қой аузынан шөп алмайтын момын және артық әңгімеге де жоқ сияқты екен. Қыздың қойған сұрағына тәтпіштеп жауап бергені болмаса, өздігінен сөз бастай қоймайтын сезген қыз сол күні жігітті өзі сөзге тартумен болды. Сол түні екеуі би кешінен бірге шығып, жігіт қызды үйіне дейін шығарып салды. Екеуі ертең клубта тағы кездесетін болып уәделесіп тарады.
Сол таныстықтан соң Есболат Ұлжанға көрші ауылда жиі келетін болды. Жігіт пен қыздың таныстығы махаббатқа ұласып, екеуі қыз бен жігіт болып кездесе бастады. Ұлжанның байқағаны, жігіт өте момын екен. Оның қасында Ұлжан өте пысық, тіпті өлген кісіні тірілтіп алардай өжеттігі бар екен. Есболат біреудің жар дегенде жалғыз ұлдар екен. Соның бәрін қазбалап сұрап білген қыз осы жігіттен айырылмауға тырысты. Бара-бара жүрген жігіттің тұр десе тұрғызып, отыр десе отырғызатындай дәрежеге жеткізген қыз жігітке дегенін жасататын еді. Айтқанын жасап айдағанына көнетін жігіт тауып алғанына іштей өз-өзіне риза болып жүрген қыз Есболатқа тұрмысқа шығуды да іштей ойлап дайындалып, өзіне ұсыныс білдірер күнді күтіп жүрді. Ондай күннің де алыс емес екенін іштей сезіп, сол күнді асыға күтіп жүргенде бір күні Есболат қысына қымтырыла тұрып, үйленуге ұсыныс білдіргенде іштей қуанса да, білдіре қоймай ойлана тұрайыннан әрі аспады. Сол кезде ғана жігіт ашыла сырын айтып, ата-анасының өзін қашан үйленер екен деп күтіп жүргенін, тезірек келін алып барып ата-анасын қуантқысы келетінін, үлкендерге немере сүйгізгісі келетінін айтып жалынды. Іштей қуана тұрса да, Ұлжан да өз кезегінде анасының жалғыз қалатынын, әзірге анасын жалғыз қалдырып тұрмыс құру ойында болмағанын айтып, бәлсінгендей болғанымен көп созғаламай келісімін берді. Сөйтіп, кішігерім құдандаласу салтынан соң жігіт жақ тездетіп той қамына кірісіп кетті. Ал Ұлжанның анасы той жасай алмайтын болғандықтан қолынан дәм татқызып, көрші көлем ағайын туысқа шай беріп, қызына ақ батасын беріп шығарып салатын болып келісілді. Жалғыз ұлдарының келін әкеліп, қолдарын ұзартып жатқанына Есболаттың ата-анасы мәз, бақыттан бастары айналып жүр. Бар жиған тергендерін шашып, тойды сол заманға сай етіп, дүркіретіп тұрып өткізді. Ұлжан да сол үйдің табалдырығын аттай сала бұрынғы еркелігін қойып, ерте тұрып, үлкендерге шайларын беріп, тамақтарында уақытылы дәмділеп пісіріп, жүгіріп келіндік міндетін бұлжытпай орындауға тырысып-ақ жүр. Бұрын шаруаға икемі бола қоймаған қыздың білмегендеріне енесі де барынша үйретіп, тым тәуір отбасы болып қалды. Ата-анасының арманы орындалып, әрі сүйіктісіне қолын жеткізген Есболат та іштей мәз. Сөйтіп жүргенде Ұлжанның құрсағына сәби бітіп, қыздың ешқандай тамаққа тәбеті татпай бастағаннан сезген енесі тіпті не істерін білмей, барын келіннің аузына тосатын болды. Асханаға кіре алмай жүргенін байқап, тамақ пісіруді де толықтай өз қолына алды. Сәби көтергеннен бастап пайда болған жеріктік келіндері туғанша болғандықтан, келінді таңертең ұйқыдан да оятпай, өздері дайындап іше салатын болды. Соның бәрін Есболат көріп жүріп, ата-анасынан қысылса да, келіншегінің аяғы ауыр болған соң ештеңе демеді. Бұрындарда қақ соқпен істері жоқ момын бұл отбасының иелері келінге өкпелемей-ақ өз шаруаларын өздері тындырып жүре беретін тұғын. Сөйтіп жүргенде келіндерін де айы күні жетіп, қыз бала өмірге келді. Жас сәбидің иісін аңсап, сағынып қалған ата-ана естері кете қуанып, немерелерінің дүние есігін ашу құрметіне тағы да ұлан асыр той жасады. Бұл жолы жатып ішуге еті үйреніп қалған Ұлжан сәбиін сылтауратып, қонақ атқару қызметіне араласа қоймады. Енесі көрші жас келіндерді көмекке шақырып, солардың көмегімен тойларында өткізді. Келініңіз неғып жатыр бөлмесінде, көмектеспей ме? Деп сыбырлап сұрағандардан да енесі іштей қысылып тұрса да, түнімен бала жылап ұйықтатпай шықты. Содан шашып жатқан болар деп, әңгімені көп созбай келінін қорғаштап жылы жауып қоя салды. Шілдеқананың кезінде қызының көмектеспей бөлмесінде жатып алғанын көрген өз анасы да іштей құдаларына қымсынса да, құдаларының жарқырап жүргенін көріп ештеңе демеді. Бірақ жиенін көруді сылтауратып бөлмесіне кіргенде, қызым,
жақсы жерге келін болып түстің. Ата-енеңді ренжітпе, барыңды бағалай біл, деп тұспалдап ақыл айтумен ғана шектелген ана, бала кезден жұмсап үйретпегені де іштей өзін кінәлаумен бар айтарын ішіне бүгіп қалды. Сәбиі қырқынан шығарылса да, бұл үйдегілердің қой аузынан шөп алмайтын жуас жандар екенін әбден көзі жетіп алған Ұлжан бұрынғысынша баланы сылтауратып ерте тұра қоймай тал түске дейін ұйықтайтын болды. Есболат та оған ұрсар шама жоқ, үндемей тұрып, таңғы шайын өзі ішіп жұмысына кете салатын болды. Соны көрген ана байғұс ішінен жарып шыққан баласына жаны ашып, келіне тұспалдап күйеуіңді жұмысқа шайын беріп шығарып салуың керек деп айтып көріп еді. Одан қорытынды шығарар келін болмады. Енесінің айтқан ақылы бір құлағынан кірсе, сол бойда екінші құлағынан шығып кеткендей болып, өз бетінше өмір сүруін тоқтатпады. Сол кезде ғана келінді әуелден қаттырақ ұстап, ширатып алмағанына өкініп қалған ана батырыңқырап айтып көріп еді. Оған Ұлжан өкпелеп сөйлеспей біраз күн жүрді. Шайдың үстінде келіндерінің тырсиып отырғанын байқаған ене, үйдің берекесі қаша бастағанын сезіп, шалы мен баласының алдында өзін кінәлідай сезініп, бекер қатты сөйледім-ау келінге деп ішінен өзін жазғыра бастады. Сөйтіп жүргенде қызы жасқа толар-толмаста Ұлжанның екінші сәбиге аяғы ауырлады. Енді өзі ауыр аяқ келіндеріне кішкентай сәбиі кедергі болмау үшін ата-енесі кішкентай сәбиді омыраудан шығарып өз бауырларына салып, қастарына алып жататын болды. Ұлжан баяғы әдетіне басып, ұйқыдан бас көтермейтін болды. Арасында үйдің тіршілігіне тиіп қашып, араласқаны болмаса көбіне шаршап жүргенін сылтауратып, бөлмесіне кіріп жатып алатын. Атасы да шыдай алмай кемпіріне: келіңе бірдеңе деп айтсайшы, екеуіңде әйел адамсыңдар ғой. Еркек басыммен менің араласқаным ұят болар, ең болмаса үйдің ішін ыбырсытпай жинап қойсын, деп айтатын болып еді. Оған: жарайды, бір күні жинастырар, үндемейді де, кемпірі басып тастай берді. Тіпті әрі берден соң: үндеме шалау, енді бізге ешкім күле қоймас. Келіннің өзіне жаман атақ келеді ғой, ұялған күні өзі жиндай жатар. Біз үйдің тыныштығын алып берекетін кетірмейік деп шалын жұбата салатын болды. Бірақ оған ұялар келін болмаған соң атасы бір-екі рет қаттырақ сөйлеп еді. Келіні бұлданып, өзінің шешесіне: атам күн көрсетпеді деп жыламсырап шағым айтып үйіне барды. Қызының шәліпкес мінезін білетін ана байқұс қызын жұбатып отырып, келін болған соң солай болу керек екенін, үйдегі ренішті үйге тасуы дұрыс емес екенін айтып біраз жұбатып алдап үйіне қайтарғысы келіп еді. Оны мен бір бетке қызы өздері келіп аяғыма жығылып кешірім сұрап алып кетпесе, мен өз аяғыммен қайтып ол үйдің табалдырығына аттап баспаймы деп қасарысы отырып алды. Келіндердің келер деп күткен ата-ене мен күйеу кішкентай балапандарын сағынып шыдай алмағандықтан ақыры өздері келіп кешірім сұрағандай қылып алып кетті. Ата-енесі мен күйеуінің алдында жығылып кешірім сұрап келгеніне дандайсыған Ұлжан бұрынғысынан да күшейіп кетті. Енді үйдегілер ескерту жасап ауыздарын ашса болды, шапылдап беттерінен алып бет қаратпайтын болды. Оған қой дейтін Есболат жоқ. Әйелі әке-шешесінің бетін алып жатқанда үндемей отыра беретін еді. Жалғасы бар.